Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Айнура. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз венский вафли жасаймыз. Қол жетімді ингредиенттерден тұрады, өте қарапайым рецепт. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап өтіңіздер. Бірінші, әдеттегідей жұмыртқаны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қажетті қоспаларды мен міндетті түрде описаниеге жазып өтетін боламын. Осылай араластырсақ жеткілікті. Енді қантты қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және осындай ванилин қосамын. Ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Осылай араластырамыз. Енді осындай ерітілген сары майды құямыз. Сосын сүтті құйып араластырамыз. Онға қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель мен крахмалды қосамын. Кез келген крахмал, менде картоп крахмалы осындай. Сосын електен өткізіп массамызға қосамыз ұнды. Бізге ешқандай да миксер қажет емес, ең бастысы түйіршік болып қалмаса болды. Осылай жақсылап араластырсақ жеткілікті. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды, осындай болып шығады. Енді вафельницаға құйып пісіре береміз. Мен ең бірінші вафли пісіргенге аздап қана майлап алғым келіп тұр. Негізі бізде антипригарный, бірақ сонда да жабысып қалмас үшін алдын ала осылай майлап аламын. Біздің массамыздың құрамында сары май болғандықтан онсыз да жабыспауы керек. Енді алғашқы вафлимізді құямыз. Осылай бір-бір ожаудан құйсақ жеткілікті. Осылай аздап туралап жібереміз. Сосын екінші бетін жабамыз. Осылай жауып қоямыз, енді піскенін күтеміз. Вафлиміз өте жылдам піседі. Шамамен бір 5 минуттай уақытта пісіп қалуы мүмкін. Біздің вафлиміз пісіп қалды. Осылай ашамыз. Менде беткі жағы осылай ашық болып піседі. Қазір екінші бетін көрсетеміз сіздерге. Екінші бет уже дайын болып қалған. Өте жұмсақ және ешқандай жабыспаған. Тарелкаға аламыз. Вафлимізді құямыз. Бір-бір ожаудан құйсақ жеткілікті. Осылай құйып, бетін жауып, жауып қоямыз, піскенін күтеміз. Мынау менің бірінші пісіргенім. Әркімнің
вафельницасы әртүрлі, сондықтан уақытын бақылап отырыңыздар, қарап отырыңыздар. Менде шамамен 7-8 минуттай уақытта пісті. Міне біздің вафлиміз уже пісті. Екінші вафлиміз бұл біздің. Беткі жағы осылай ақшылдау болып пісіп жатыр. Қазір аламыз. Өте ыстық, иісі енді керемет болып шығып тұр. Осылай аламыз. Қазір мен осылай ортасын бөлемін. Бірге пісті ғой, осы жерінен бөлеміз. Мен ары қарай пісіре беремін. Мына жері аздап тасып кетіпті, сондықтан жаңағыдан қарағанда кішкене аз құямын. Мінекей. Бетін жауып қоямыз. Осылайша барлық вафлимізді пісіріп шығамыз. Мінекей осылай әдемі болып пісіп жатыр. Қазір арасын үзіп көрсетемін. Піскеннен кейін, толықтай піскен соң көрсетемін. Міне мен дәл осылай барлық вафлимізді пісіріп алдым. Дәл осы рецептімен сіздердің вафельницаларыңыздың көлеміне қарай 10 немесе 12 дана вафли шығады. Мен бетін осылай шоколад құйып әрлеймін. Сіздер карамель немесе бал қойсаңыздар болады. Және де осылай қант ұнтағын себемін қазір. Бетіне әртүрлі жеміс-жидектер орнатсаңыздар болады. Менде дәл қазір жеміс-жидектер жоқ, сондықтан осылай қарапайым түрде әрледім. Қазір мен сіздерге басқа вафлидің арасын үзіп көрсететін боламын. Мінекей вафлиміз осылай болып піскен, өте жұмсақ, иісі енді бір бөлмені алып тұр. Міне, жұп-жұмсақ болып піскен. Мен сіздерге барлығын көрсетейін дедім. Мынау тек шоколадпен әрленгені, мынау жаңа қант ұнтағымен қосылғаны, мынау ешқандай әрлеусіз. Барлығы осылай әдемі болып шыққан. Міне достар, вафлиларымызды дайындап біттік. Мен қазір біреуінің дәмін көргім келіп тұр. Мінекей. Дәмі енді өте керемет болып шыққан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептім ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.